Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңдер. Мен Сәтбаева Әйгерім. Осы каналда сіздермен тек пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Бүгінгі видеода кредит алған кезде сақтандыру ақшасын қайтару туралы болады. Кез келген адам кредит алады, көбіне ақшалай кредит алады. Дәл осы ақшалай кредит алған кезде сақтандырудың екі түрі жүреді. Біріншісі міндетті, екіншісі ерікті. Міндетті сақтандыру ол сіз бен банктың арасындағы сіз ақшаны толық төлеп береді деген кепіл ретінде ұсталынатын сақтандыру. Екіншісі ерікті. Дәл осы ерікті сақтандыру ақшасын біз толығымен қайтаруға құқылымыз. Яғни сіз кредит алғаннан кейін 14 күннің ішінде оны қайтарып алсаңыз болады. Ал егер де 14 күннің ішінде үлгермеген болсаңыздар, онда сол кредитті ерте жапқан кезде сіздер қолданылмаған айлар үшін жаңағы страховкаға ұсталған ақшаны жартылай, яғни частично қайтаруға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді банктен кредит аласыздар. Сол кредит алған кезде кез келген банктың серіктесі болады. Яғни кез келген банк страховой компаниямен жұмыс жасайды. Дәл страховой компания сол банкпен жұмыс істеген өте тиімді, себебі банк те өзінің қызметі үшін ақша алады, страховой компания да өзінің қызметі үшін ақша алады. Бірақ бұл туралы банктер айтпайды. Бірақ сіз заң бойынша сол 14 күн ішінде сол страховка ақшасын қайтаруға құқылысыз. Ол туралы Азаматтық кодекстің 841 бабының 1 және 5 тармағында таныссаңыз болады. Ал егер де сізге сол 14 күннің ішінде кредит алғаннан кейін сіз претензияңызды жібересіз, жаңағы страховканың ақшасын қайтарып берсін деген. Егер де олар страховка ақшасын қайтарып бермеген жағдайда, онда қаржы реттеу агенттігіне шағымдансаңыз болады. Немесе страховой омбудсмен деген бар. Сол страховой омбудсменға өзіңіздің претензияңызды жазып жіберсеңіз болады. Егер де олар арқылы шешілмеген жағдайда, жаңағы страховой компанияны сіздер сотқа беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Заң бойынша сіздер ерікті сақтандырудан 14 күн ішінде толығымен бас тартуға құқылысыздар. Сонымен қатар, егер де сіздер 1 жылға алған кредитіңізді 9 айда жауап тастаған болсаңыздар, жаңағы қолданылмаған 3 ай үшін частично возврат жасасаңыздар да болады. Ол кезде сіздер о полном погашении справка аласыздар. Сол о полном погашении справка негізінде сіздер қолданылмаған айлар үшін страховканың ақшасын қайтарып берсін деген жаңағы претензия жазуға құқығыңыз бар. Сіздерге осындай қызмет түрі қажет болса, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Кез келген банк, микроқаржы ұйымдары осындай страховой компаниялармен жұмыс жасайды. Яғни сізден алған кредитіңізге міндетті түрде страховая премия деп аталады, страхование жизнь деп ақша қосылады. Мысалы, сіздер 1 миллион кредит аласыздар, кредитін договорында да 1 миллион деп тұрады, бірақ сіздің қолыңызға тиетін сума 800 мың теңге делік. Қалған 200 мың теңгені страховой компанияға аударылады. Яғни сіздің өміріңізді сақтандыру мақсатында. Дәл осы страховой компанияға аударылған 200 мың теңгені сіздер 14 күн ішінде толығымен қайтарып алуға құқылысыздар. Егер де олар қайтармаған жағдайда, онда жаңағы қаржы реттеу агенттігінен жазу, страховой омбудсменға жазу және сотқа арыздану арқылы біз ол ақшаны толығымен қайтаруға құқығымыз бар. Егер де сізге осындай қызмет түрі қажет болса, маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, достарыңызға таратыңыздар, барлығына пайдалы болсын.